Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аймен. Бүгін мен кешкі асқа осындай керемет дәмді шығатын мини орама, яғни ханым дайындадым. Видеоны соңына дейін көріп, дәл осылай дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға тұз, бір жұмыртқа және де суымызды құйып алып, араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, пакетке салып, тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болғанша, арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Оған мен тартылған ет, құйрық, пияз және асқабақ барлығын жақсылап майдалап турап алдым. Енді осыған қара бұрыш және тұзымды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Салмасына тек фарш пен пияз қоссаңыздар да болады. Мен асқабақ, құйрық май қосып жібердім. Құйрық май қосуда өз қалауларыңыз, енді қоспасаңыздар да болады. Майлы, дәмді болып шығу үшін мен құйрық майын қосып жіберетін боламын. Салмамыз дайын, бетін жауып қоя тұрамыз енді. Столымызға кішкене ұнымызды сеуіп, жаңағы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы 4 бөлікті домалақтап, тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. Дайын қамырларды пакетке салып, тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Салмамыз дайын, келесі кезекте қамырымызды жаятын боламыз. Жаңағы бөлген қамырларымызды біртіндеп алып, жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз дайын, жұқа етіп жаямыз. 1-2 мм болу керек жұқалығы. Осы қамырымызды теңдей 4-ке бөлеміз. Төртке бөліп, сұйық май жағып шығамыз осындай. Бір тегіс етіп. Май жағып болып, арасына жаңағы салмамыздан саламыз. Салмамызды дәл видеодағыдай қамырдың шетіне жақындатпай салатын боламыз. Келесі кезекте осылай орайтын боламыз. Осылай шетінен орап, дәл осылай қып, домалақ етіп орап аламыз. Қалған басқа бөліктерінде дәл солай орап шығатын боламыз. Оралып дайын болған ханымдарымызды майланған мантымыздың листтарына саламыз. Мантымызды дайындап жатқан кезде қазанымызға су қойып қоюды ұмытпаңыздар. Қайнап дайын тұрады. Осылай салып дайындап алыңыздар. Қалған қамырымыздың барлығын дәл жаңағыдай жайып, барлығын арасына салмасын салып орап аламыз.
Қамырларымыз майда болғандықтан бізде жайылуына 1-2 минуттан ғана уақыт кетеді. Мантымызды манты қазанға салып 45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантыларымыз дайын, керемет болып пісіп шықты. Қаймақпен, айранмен, кез келген салатпен, ащы аджикамен ұсынсаңыздар болады. Арасын кесіп көрсетіп жіберейін. Каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей сулы болып, өте әдемі сочный болып шықты. Сіздерге дәл осылай жасап көруге кеңес беремін.